Меккеге ешқандай турсыз өте арзан бағаға өзі барғысы келіп жүргендер нені білуі керек? Осы тақырып төңірегінде бірнеше видео салатын боламын. Бұл біріншісі, біз жолдасымыз екеуміз жақында ғана Рамазан айында умра жасап келдік. Мен сіздерге билет алу, отель брондау, алдын ала рухани дайындық, умра жасау ережелері, транспорт, ол жақта жүргенде білу керек ақпараттың бәрін тегін айтатын боламын. Қайтсем де умраға барам деп ниет етіп жүрсеңіз, билет алу, отель брондауды мен қазір сіздерге көрсетемін. Келесі пайдалы ақпараттар жіберіп алмас үшін подписка жасап сақтап алыңыз. Билет алу үшін ең арзан шығатын бұл через Абу-Даби арқылы Wizz Air деген самолетпен баратын боламыз. Бірінші бізге Алматы мен Абу-Дабиге алып алу керек болады. Туда и обратно бірден алып қойсаңыздар болады. Бұл жерде мен майдың 1-нен 11-не дейінгі күндерді таңдап алдым. Енді сіз өзіңізге қолайлы уақытты таңдайсыз. Бара жатқан кезде бізде $181 шығып тұр, почти $182. Ал қайтатын кезде $165 шығып тұр. Барлығын қосқанда 346, почти $347 шығып тұр туда и обратно. Келесі, біз енді Абу-Дабиден Мединаға ұшу билетін аламыз. Оған да бірден туда и обратно алып қойсаңыздар болады. Біз сол бірінен, бұл жерде енді кішкене менде қате кеткен, екісін таңдау керек боласыздар, өйткені біз бірінде кешкі уақытта ұшамыз, ар жақта мысалы таңғы сағат 6-да 6-тан 20 кеткенде уже Мединаға ұшып, ол жақта Мединада біз уже сағат 9-да боламыз. Ол жаққа 338 дирхам шығып тұр. Келесі отель брондаймыз, яғни біз қай күні барамыз, уақытын, қай уақытта Мединаға түсеміз, соның барлығын есептеп аласыздар. Медине мен пайғамбарымыз мешітіне дейін автобуспен барсаңыздар болады. Енді ол жерге отель брондау Агато приложениесімен болады. Мына жерде көрсетіп тұр. Агато приложениесіне кірсеңіздер, осылай Медине деп жазасыздар. Және ең арзаны дегенді табасыздар. Мына жерде айта кеткім келеді, именно мына жерде тұрған Мұхтара International деген отельде біз қондық, өте таза, бағасына өте тұрарлық болды, $57 деп тұр күніне. Бұл жерде енді сәл қымбатта болып тұр қазіргі уақытта, ал біз бұдан да өте төмен бағада жаңағы қонған болатынбыз. Мына жерден фильтрді басып, ары қарай өзіңізге керектерді таңдай бересіз. Яғни 4 жұлдызы керек па, 5 жұлдызы керек па, отзывтарын көріңіз, міндетті түрде отзывтарын оқу керек. Өйткені бағасы қымбат болып тұрып та кейбір отельдер жаңағы бағасына сай болмауы мүмкін. Сондықтан отзывтарын міндетті түрде оқыңыздар. Сол особо қатты қиындығы жоқ. Подписка жасап кетіңіздер. Келесі видеоларда басқа да приложениелерді көрсетемін, және ол жақта қандай ережелерді білу керек айтатын боламын.